ойпырмай. Қайсы екен ол мен хит қып жүрген? Мен о батан деп әңгіме айтсам хит болып кете беретіндердің біреуімін ғой айналайындар-ау. Керісінше менің сондайымның арқасында кейбіреулер хит болғысы кеп, блогер болғысы кеп, недоделанный блогер болып жүреді ғой. Мен бар ғой, мөлдір әпшеме вообще тиіспеңдер бар. Нелерің бар, қайсың нандарың тартып алды, қайсың байларың тартып алды. Өз алдына бала шағаны өсірді, жеткізді. Не істейді? Үйге 4 қабылғаға қамалып отыр ма? Өзінің бойындағы өнерін паш етіп шығып атқан жайы бар. Ұнай ма? Көрмеңдер. Зачем біреудің қатынын әңгіме қылып сендерге? Өздерің дұрыс қатын болбаңдар, өз қатындарың дұрыстабаңдар. Сосын нелерің бар қатындарда? Қатынға жолама қара шығады, балаға жолама бәле шығады дейді. Давайте жить дружно, айналайындар. Ана тиктоктағы бір қатын туралы айтып жатсыңдар, маған балым дұрыс киямайтын. Оның біреуі ана Гүлім деген қатын білесіңдер ма? Баяғыда біз бір 12 миллионның ба, 13 миллионның ба үйін алып береміз дегенбіз. Бірақ мен оның фотосын, видеосын қойып, мен сбор ашпағам, оттамасын. Ол 15 миллионның үйі керек, әперсең соны әпермесең Акиматтың алдына барып өзімді өртеймін деген. Медеу ауданының әкімдігі оғатынан шаршаған, қос қолдан көтеріп тұрып қашады. Бәлеқордың бәлеқоры. Оған Акимат ана 4 баласы үшін, ол қатын үшін емес, 4 баласы үшін квартира жалдап берген спонсорлардың ақшасына. Оғатынға ол квартира ұнамай, маған Медеу ауданынан 3 бөлмелі евро ремонтпен, мен балам бөлек бөлмеде жату керек, қызым бөлек бөлмеде жату керек деп, сондай бір жүрген қатын. Мына өмірге өкпесі қара қазандай, бірақ оның бәрін өз қолымен жасап алып жатқан. Балам зорланды деп жарияға жар салып жүрген, ешқандай дәлел жоқ, зорланбаған бала. Содан кейін оғатын шешімі бар деген бағдарлама шыққан. Ол жерде бір бизнесмен аға оған 10 миллион теңгеге ұзынағаштан үй алып берген. Маған жердің көтінен ұзынағаштан үй керек емес деп онамай кеткен. Апаңның мұрны аспанда, мыңғырық өтірігіне өз алданып қап жүрген біреу. Одан кейін тағы бір қарекет қорында оның видеосы тұрған парақшасында оған үй берген деген. Ол үйді алмаған. Енді ана қордың адамдар оның бір жеріне кірмейтін шығар, ойбай на үйді ал деп. Менсінбейді іштеңкені. Оның 4 баласы кімге міндет? Еще бір оппозициялық топқа кіріп алғанда таңнан кешке дейін мемлекет жамандайды отырып алып. Бірақ сол мемлекеттен 4 баласына пособие алады да. Сол мемлекет Акимат оған үй беру керек. Не үшін? Сұрақ. Біз ана оранығандарды кейде періште көреміз ғой. Оранып алған аузын ақ ит кіріп көк ит шығады. Кәдімгі көршілермен қырылып атқан өз көзімен көргем. Керек десеңдер фото видеосын салам оғатынның. Содан кейін ана қаңғып жүрген албастын айтып атсыңдар ма? Менің апаммен ырыспала деп атымды қойған апаммен аттасы екен. Сол аттан садаға кеткір. Әй, Германияға барған қазақтарды қанғақсатып жүрген қатын. Отан отбасынан басталады дейді қазақ. Бірінші ол елге жанашыр болмаяқ, өзінің отбасын дұрыстабасын да. Байының қаяқта, бала шағасының қаяқта жүргенін білмейтін. Германияда біреудің үйінде уборка жасап жүрген біреу. Еще отырып алып митингке шығыңдар дейді. Пішту! Елдің ішіне ірткі салып. Кім ол вообще мен туралы әңгіме айтатын? Кім ол? Өткендегі әңгіме ғой айналайындар-ау. Пілдің түрісіе құмырсқаға палаткі болады деп айналайын. Өзінің кім боларын білмей жүрген біреу ғой ол. Ано қанғақсатып Германияға барғандарға жұмыс тауып берем деп 500 мыңнан миллиондап алып жүрген ақшасын қайтарсын да ол бірінші. Көттерінен өздерінің боғағып жатады біреудің басындағы шоқты әңгіме ғып. Қазақта тыныш жатқан жыланның құйрығын баспа дейді. Қазақта көтті қысқан бай болады деген сөз бар. Байсаңдар лучше. Байыңдар. Анау саясаттың иісі мұрнына бармайтын адамдар саясат туралы әңгіме айтады да я. Саясат не теңің? Мен таңғалам сондай адамдарға отырып ойбай ырыспаланың артына шам, үйтем. Сен менің артында ашпай алдыма кеп аш бірінші. Кеш менің алдыма, содан кейін мен саған арт ашудың қандай болатынын көрсетейін. Қаншы де отырып алыпшы. Арт ашылатындар ашылып жатыр айналайындар. Халықтың ақшасын жегендер, ол ешқандай жұмысы атқарылмағандар. Көріп атсыздар, өздеріңіз куәсіздар. Менің Алланың алдында да, адамның алдында да арым таза. Кімнің фото-видеосын парақшама шығардым, кімге ызбор аштым, 100 отбасы өзінің сол үйлерінде тұрып жатыр. Оттамаңдар айдылада отырып, қолдарыңнан кесе болбаңдар сондай. Жоқ, мен мынаған таңғаламда айдылада отырып алып, митингке шығыңдар. Ойбай, үкімет дұрыс емес.
ойбай саясат мұндай, ойбай сендерге үйту керек деп. Со айтатын сөздерін Қазақстанға келіп айтуға арттарың шыдамайды ғой конкретно. Онсыз да Қазақстанға келейін десеңдер, былықтарың бастарыңнан асып жатыр ғой. Алаяқтықпен сотталып кетесіңдер ғой. Өзің тыныш өмір сүрсең, қай мемлекетті алсаң да, Дубай болсын, Қытай болсын, Түркия болсын, Қазақстан болсын, сен өзің тыныш өмір сүрсең, саған ешкім келіп тиіспейді. Үкіметтің сенде аламай жатқан алталас бесперес жоқ. Өзінің өмірін реттей алмай, өзгеге билігін жүргісі келеді да, қазақтардың арасына арандатып, іріткі салып, ойбай митингке шығыңдар, үйтіндер, бүйтіндер. Кімсің сен үйтіп айтатын? Халық сенің не қорадағы малың ба, не айдайтын? Фуй, блин. Сондай қатынға өзімнің жауап жазып атқанына өзімнен жеркеніп отырмын, мен конкретно бар ғой. Керемет болбасай бірінші сен, екі қолға бір күрек қай жерде де табылады. Жұмысыңды үсте, бала шағаңды асыра, басыңды тік көтеріп жүр, ешкімге зияныңды тигізбе. Өтірік Германиядан не тауып виза жасап берем, үйтем деп, елдің бәрін ақшасын алып қанға ақсатпай. Ана жақтағы шешендерге сендерді зорлатам деп, қазақтың қыздарына сес көрсетпей. Кәні сенің ұлтқа жанашырлығың құрып кетейін, нервыма тимей. Күйдіреді ғой істіп адамды ше? Қойш дедім. Зачем ірген ауыздан шірген сөз шығады? Ит қол қауып атқан, оны мен қапсам, мен аузымның не қадір қасиеті қалады деп ше? Үндемедім. Қояр емес өзінше апаң. Көтінен тепсең қалтасы сыңғырламайды. Әңгіме айтып маған. Сыйға сый, сыраға бал. Еңкейгенге еңкей, атаңнан қалған құл емес, шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес дейді. Сыйлап тұрған адамға басым жерге тигенше сыйлайын. Ал аузына келген оттайды екен, менің аузымнан да сондай оттау келеді да. Менің де затым қатын шығар, менің аузымнан да оттау келеді. В том числе дәлелмен келеді. Одан кейін біреудің артына шам, ойбай демей, өз арттарың тазлабаңдар. Өз арттарыңды тазлап, өз өмірлі, өз бастарыңды көтеріп, өз қолдарыңды өз ауыздарыңа жеткізіп, өмір сүрсеңдер шып болды. Нелерің бар сендердің? Бастарың жетпейтін жерге мұрындарың сұғып. Күйдіреде. Қолыңдан дым кемей атыр ма, ақыры саясатта атаңнан қалған басы бар ма? Қатын болса келді, бала шағаң қаңғытпай ие болсай, нең бар? Айдалада біреудің үйін жинайтын болсан, Қазақстанда үй жетеді ғой. Мысалда. Артық кетсем айыпқа бұйырмаңыздар. Айналайындар, менің өмірлік миссиям өте жоғарыда. Менің арманым, мақсатым, таудың басында, Гималайдың басында. Мен бала шағама дұрыс тәрбие беру керекпін. Алланың берген перзенттерін өмірге дені сау 12 мүшес аман қылып әкелу керекпін. Оларға әлемнің кереметтерін көрсетіп, дұрыс орта қалыптастырып, дұрыс тәрбие, осы елге қызмет ететін саналы, салихалы ұрпақ қылу керекпін. Байымның қасында қатын болып бақытты өмір сүру керекпін, айналайындар. Өз қолым өз аузыма жету керек. Мен біреуге бермесем Аллахан жаймау керекпін. Ол үшін не істеу керек? Сендер сияқты әркімнің көтін шығып, өсек айтып, Инстаграмда отырмау керек. Ол үшін жұмыс істеу керек. Инстаграмнан ақша тауып атсың ба, пожалуйста. Ешкімге зияның тигізбей жаса. Істегенің алдыңа келеді әйтпесе. Біздің басым көпшілігіміздің өміріміздің жартысы анау бүйдеді, мынау сүйдеді. Анау үйтті, мынау бүйтті. Өсек пен төсектің арасындағы майда әңгімемен өтіп жатыр. Жинастырып тастаңыздар бәрін. Құрып кетсін. Ұнамай ма? Сізбен араласпасын, сізбен келмесін. Біреудің былшылдаған өсектерін тыңдап отырғанша, одан да бісміллә деңіздерде, бойыңызда қуатыңыз, қолыңызда, бойыңызда қайратыңыз, қолыңызда қуатыңыз бар кезде, аяғыңызда күш бар кезде, дұрыс өмірге талпыныңыздар. Зачем, айдалада қаңғыған біреулерге сіз уақыттарыңызды кетіресіздер? Сізге одан не жарко, не холодно. Бірің шекер, бірің бал, бірің өліп, бірің қалдыңдар да, тек жұмыс істеңдер. Әдемі өмір сүру үшін, ауызға тәтті нәрсені апару үшін қолды қимылдату керек, басты істету керек. Баршаңызға мына өмірде тек қана сәттілік тілеймін. Алла бармақтай бақ беріп, бәріңіз байып кетіңіздер, болды.